Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай тағы да бір ерекше әдемі узор үйренеміз. Қараңыздар, қандай күшті әдемі, мінекей. Мінекей тамаша, иә. Міне оң бет осындай, теріс беті мінекей осылай. Иә. Мынау астында ақ фон болғаннан кейін, мына жерде онша дұрыс көрінбей тұр. Узорымыз, иә. Қазір мен басқа жіппен көрсетемін. Ал осымен осы узорымызды қазір тоқып көрейік. Мен мына жерде 22 көз алдым. Сосын теріс жағынан барлығын терісінен тоқып шықтым. Ал бисмилля деп бастайық. Біріншін іліп аламыз. 2 теріс, біреу, екеу. Енді мына жерде 2 оңды біз екеуін қысқартамыз. Мінекей. Сосын бір оң, бір жіптеліп аламыз. Бір оң, бір жіптеліп аламыз. Бір оң. Мына жерде соңғы 2 оң жіпті солға қарай қаратып, екеуін қысқартып жібереміз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Енді қараңыздар. Жаңа бір узордың 2 шетінен біз жіп қысқартып, ал ортасынан біз көбейттік. Міне 3 оң, 3 оңның ортасында 2 рет көз іліп алдық. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Енді 2 теріс, 2 жіпті қысқартамыз. Бір оң, бір жіптеліп аламыз. Бір оң, бір жіптеліп аламыз. Бір оң, соңғына 2 оң жіпті біз солға қарай қаратып, екеуін қысқартамыз. 2 теріс, сонымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Негізі бұл узор 8 қатардан тұрады. Мінекей. Екінші қатарда узор бойынша барлық узорды, көздерді біз сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Осымен узорымыздың екінші қатары да аяқталды. Үшінші қатар. 2 теріс. 2 оңды біз қысқартамыз. Бір жіптеліп аламыз. 3 оң. Бір жіптеліп аламыз. Соңғы 2 оңды бүйтіп солға қарай қаратып, екеуін қысқартамыз. 2 теріс. Бірінші мен екінші көзді біз қысқартамыз. Бір жіптеліп аламыз. 3 оң. Бір жіптеліп аламыз. Соңғы 2 жіпті, 2 көзді былай солға қарай қаратамыз. Ал егерде қаратпай бірден қысқартып жіберетін болсақ, узорымыз сәйкес келмейді. Көрдіңіздер ғой, иә? Суретіміз дұрыс шықпай қалады ол кезде. Мінекей сол үстіне солға қарай қаратып, екеуін қысқартамыз. 2 теріс. Сонымен узорымыздың 3-ші қатары аяқталды. 4-ші қатар. 4-ші қатарда барлық узорды сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Өте оңай узор. Осыменен узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды.
2 10, соңғысын 10 тоқып жібереміз. Узорымыздың 5-ші қатары. Біріншісін іліп алдық. 2 теріс. 1 10. Енді қараңыздар. Алдында біз жаңа сырт жағында шетінен қысқартып отырдық, иә? Енді мынау іш жағынан қысқартамыз қазір. Бір жіпті іліп аламыз. Біріме екінші көзді екеуін қысқартамыз. 1 10. Мынау 4 пен 5-ші көзді біз солға қарай қаратып, сол білтегешке кигізіп алып барып, екеуін қысқартамыз. Мінекей. Бір жіпті іліп аламыз. 1 10. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Узор әдемі болып шықпай жатыр. 2 теріс. 1 10. Бір жіпті іліп аламыз. Бірінші мен екінші көзді екеуін қысқартамыз. 1 10. 4 пен 5-ті екеуін солға қарай қаратып, екеуін қысқартамыз. Бір жіпті іліп аламыз. 1 10. 2 теріс. Сонымен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-шы қатарда дәл солай болады. Оңды оң, солды сол қылып, сурет бойынша барлығын солайына тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен узорымыздың 6-шы қатары аяқталды. Жетінші қатар. 2 теріс. 1 10. 2 10. Бір жіпті іліп аламыз. Енді қараңыздар. Мына жерде мынау бірінші көзді біз оң білтекешке іліп алып қоя тұрамыз да. Мынау 2 мен 3-ті солға қарай қаратып, екеуін қысқартамыз. Сөйтеміз, мына бірінші көзді мынаның үстінен шалып, осылайынан үшеуден біреу шығарып, өйстіп қысқартамыз. Түсінікті ғой, иә? Бір жіпті іліп аламыз. 2 10. 2 теріс. 2 10. Бір жіпті іліп аламыз. Тағы да мына бірінші жіпті солдан оң білтекешке ауыстыра тұрып, мынау 2 мен 3-ші көзді екеуін солға қарай қаратып, осылайынан екеуін қысқартамыз. Сөйтеміз, мына бірінші көзді мынаның үстінен бұлайынан өткіземіз. Сол кезде қараңыздар, қандай әдемі болып тұр, иә? Бұрыш болып. Сонымен бір жіпті іліп аламыз. 2 10. 2 теріс. Сонымен узорымыздың 7-ші қатары аяқталды. 8-ші қатар. 2 10. 7 теріс. Осылайынан теріс бетінде 8-ші қатарда барлық узорды сурет бойынша тоқып шығамыз. Мінекей, осымен 8-ші қатарда аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Міне, бұлайынан тартып көрсеткенде қандай әдемі болады, иә? Мінекей, керемет.
бас жағын тағы бір көрсетіп жіберейін қазір. Екі теріс, екі жіпті қысқартамыз. Бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Бір оң, соңғы екі жіпті біз солға қаратып, екеуін қысқартамыз. Екі теріс, екі жіпті қысқартамыз. Бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Бір оң, соңғы екі жіпті біз екеуін солға қаратып өйстіп қысқартамыз. Екі теріс, сонымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Көрдіңіздер ғой, дәл осылай жалғасып кете береді. Көрдіңіздер, қараңыздаршы, ортасын ромбик болып тұрған. Ал жан жағында іліп алған жіптеріміздің көздері міне. Қандай керемет, тамаша. Міне теріс беті. Мынау оң беті. Міне осы. Бар оған көрсетейін едім. Негізі ақ жіпке де әдемі болып көрінеді. Егер де мен былайына көрсетсем, мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті әдемі. Тамаша болады. Кофта тоқуға, басқа да нәрселер тоқуға керемет. Сонымен бүгінгі үйренген узорымыз осы. Ал осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.